Сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін тай етін дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге ет, сұйық май, соя, тәтті бұрыш, пияз, сәбіз, қияр қажет. Алдымен етті соломка ретінде турап аламыз. Ыдысқа салып, үстіне соя, және сұйық май құйып, жақсылап араластырып, тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Тоңазытқыштан алып, қызып тұрған құрғақ табаға етімізді салып қуырамыз. От қатты болу қажет. Енді пияз саламыз. Араластырып, 10 минуттай қуырамыз. Сәбіз саламыз. Сәбіз ұзақ піскендіктен 15 минуттай орташа отта пісіріп қуырып аламыз. Енді тәтті бұрыштарды саламыз. Тәтті бұрышты мен 4 бұрышты етіп турадым. Шамамен 7 минуттай араластырып қуырамыз. Қатты пісіп кетпеу қажет. Ең соңында қиярымызды салып 5 минуттай қуырып аламыз да отты өшіреміз. Мен гарнирге күріш дайындадым. Күрішті алдын ала жуып, құрғатып алдым. Қызып тұрған қазанға кішкене май құйып, күрішті саламыз. Жақсылап араластырамыз. Күріштің барлығы майлану қажет. Араластырып, үстіне ыстық қайнап тұрған су құямыз. Осындай видеодағыдай бұрқылдап қайнау қажет. Тұз себеміз. Күрішті бұқтырып қоямыз. Күрішіміз дайын, осындай жабыспайтын, жұмсақ, жарылмаған болады. Біздің тай етіміз дайын. Сіздерге видео ұнады деп ойлаймын. Ұнаса, комментарий жазып, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.